сағат 10-ға шақырдым, 11-де неге келдіңдер, соны айттым. Мен 11-де деп ойлап жүрмін почему-то, неге екенін білмеймін. Оған дейін айтқан жоқсың ба сен 11 деп маған? Жоқ, қайта Жазғанға дейін аудиозаписьтарда жоқ, звоноктар болған жоқ па? білмеймін, может быть, мен бірақ ана тексттен қарап тұрмын ғой. Иә, мен 11 деп ойлап жүрмін почему-то. Бірақ өзіміз ертерек жиналып офиста отырып таңертең до обеда жиналдық. Бүгін ертерек жиналып отырып әңгіме айтып отырдық, мына обсуждение жасап. сол кезде сен жаздың ғой, келатсыңдар ма деп. 5:15-те қараймын, сағат 9:45 кетті, әлі жоқ. 5:15-те жақын ғой, келдік, ровно келдік та онда. 5:15-те болды и как раз онда келіп тұр. Жазған жақсы болды, иә. Онда бастайық, кісілер ойлап жатқан бар, кімдер сөйлесіп жатыр. Темасы қандай деп. Что за тайм-менеджмент? Тайм-менеджмент. Жігіттер тайм-менеджмент туралы айтуға құқықтары бар, өйткені олар деген Оралда IT сферасымен айналысатын, Оралдың IT сферасын әлемге паш етіп жатқан десек те болады. Жігіттер мына жерде Жайық девелопмент болған, дұрыс қой? Жайық девелопмент деген компанияның негізін қалаушылар, Елдос пен Қайрат деген жігіттер. Қош келіп жатсыңдар. Иә. Мына жерде Елдос деген еще оралдықтар қарап отырса, саппортқа барасыңдар Динамода жазда. Мына кісінің саппорттары соның барлығы. Жалпы өздерің туралы айтып жіберсеңдер енді, тақырып аясында IT саласы, Орал қаласы, неге жиналып отырмыз, неден бастаймыз деген сияқты. Сондықтан кім бастайды? Мен бастайын. Есімім Елдос болады. 95-ші жылғымын. Семьям бар. 2 балам. Осында Оралданбыз. 38-де оқыдық. 7-ші сыныпқа дейін. Одан кейін қазақ-түрік лицейіне түстік. Лицейде оқыдық. Лицейде математикадан олимпиадчик болдық. Неше түрлі олимпиадалар қатыстық. Облыстық деңгейде, республикалық деңгейде, халықаралық деңгейде. Одан кейін математика сферасы болғасын, программирование жағынан IT саласы деп ол кезде жайлап популярны болып кетті. КБТУ-ға түстік. КБТУ-да оқыдық. Содан кейін универ бітіріп Атырауда жұмыс жасадық. ТШО, NCOT компанияларында IT саласында, бірақ в основном система администратор жағында. Одан кейін Қайрат әріптесім лицейде бірге оқыдық. Менен бір класс төмен жоғары оқыды. Плавно перехват. Сосын Қайратпен жаңағы хабарласып, давай осылай істеп көрейік Оралда деп. Атырауды тастап, сол Оралдан. Так, мына жерде вообще де пауза жасайық, потому что тема, по идее, не бар, оның андай предысториясы бар, по идее, қалай вообще бұны бастағанбыз. Сол менің есімім Қайрат болады, тоже жасым 28-де, 94-ші жылғы. Так, әйелім бар, балдарым бар. Нені мектепті 11-ші мектепте оқыдым. Содан кейін 11-ші мектептен кейін КТЛ-ға түстік. Сол Елдостың как раз 1 жыл ерте барып, олимпиада тоже математика. Сонда математический уклонмен бітіріп шығып, Варшаваға түстім, Польшаға. Ол жақта негізі экономика факультетіне түстім. Изначально ойлаған жоқ математикамен деп. 2 аптадан кейін сол неге IT факультетіне ауысып кеттім, потому что сразу понял, что экономика не мое деген сияқты. Содан кейін 2012-ден 2016-ға дейін сол жақта универ жасап, практика, стажировка, жұмыс жасап, сол 2017-те үйленіп, 18-ге дейін сол жақта болып, сосын Астанаға келдім. Оралға келдім, Оралдан кейін Астанаға келдім. Оралда удаленка жасадым. И то ол кезде деген, это капец, не в тренде еще был удаленка жасау деген. Астанада Астана Хаб деген не болды, центр. Сол жерде бір стартапта разработчик болып жұмыс жасап. Но Елдоспен, короче, біз изначально қашан мен 1-ші курсқа бардым, сен 11 бітірдің, да? 8-ші мектептің несін бір аудиториясын неге алдық. Аренда договорились, короче, и математикадан ентіға дайындаймыз деп, короче. Сол ең бірінші стартапымыз сол өтпайды. 8-ші мектеп естіген шығарсыз, білетінде шығарсыздар. Состояние қиын болды да мектептің. Аварийный состояние. Мектеп страшный. Соны бірдеме қалдырып сояқта арендаға алып бір кабинетті. И то ол кезде, короче, біз на бумаге жестко расписали. Ол кезде, 300 000 доход шығаратындай да. План страшный. Сондай жасадық, короче. Жақсы өткіздік, бірақ жазда 3 ай. Пока каникул болды, менде каникул, ода каникул. 3 айда прям плотно өткіздік ол кезде. Жақсы өткіздік. Общий 3 болған сәт, 3 адам, да?
сондай бірдеңе болды, бірақ полностью 3 ай бойы өйтіп болдық сол жақта да. Математикадан Чисто математикадан ЕНТ-ға дайындандыр. Аха. екеуміз олимпиадчик бірге болдық қой, бір класс жоғары болды, ол жоғары қатысады, мен төмен қатысамын. Бірге математика дайындалдық, лицей кезінде математический уклон бар, математика дайындық бар. Сол Елдос сол кезде неде КБТУ-да, мен деген Варшавада, и то былай просто там списывать что там, короче. И содан кейін уже универ бітіріп келгеннен кейін что там бірдеңе жасайық көрейік деп. И екеуміз де IT саласында болғасын, изначально негізі вообще типа преподавание деген сол қалып қалған да, типа математика үйрету, типа программированиені үйрету деген сияқты сондай немен жайлап бастадық. Сол былтыр марттың 22 бастадық. 22. Вообще предыстория айтатын болсам, вообще мен екеуміз қалай бастағанымды айтуға болады. Давай, го. Қайрат маған бұрыннан айтып жүрді. Ол примерно 3-ші курс оқиды, мен 2-ші курс оқимын. Ол сол кезде уже бастап атты. 3-ші курстан бастап практикалар бастап атты, проекттер алып бастап атты. Сол кезде маған айтып жүрді. Давай бірге қарай ертең будущем не істейміз деп, бірге істейміз деп. Мен иә деп жүресің ғой енді, ол кезде студентсің, жассың, көп елемейсің ғой. Жүрдік, бітірдік. Қайрат ол кезде уже нормально опыт жинап жатыр, істеп жатыр, универ бітірді. Жаңағы ол кезде удаленка темалар көп жоқ, ол уже удаленкада, мысалы фриланс деген сияқты темалар. Мен Атырауға кеттім жұмысқа, өйткені ол кезде Атырау мог позволить, мысалы, сотрудниктарына, жаңадан келген универ бітірген балаларға нормальный зарплата беруге, мысалы, они могут позволить. Алматыда ондайды, мысалы, бере алмайды. Примерно сол уровеньде бере алады, мысалы, 200 мың зарплата, мысалы, бере алады, бірақ сен 200 мың зарплатамен Алматыда 150 мың квартира өтті дейсің, движение туда, тамақ, андай 200 мың тым болмайды да. А маған уже майда предложение келді. Сразу, да? Атырауда Тыршоға давай, осында 235 мың зарплата деді. 2017 жылы 235 мың, вау, короче. Все, бас кетіп қалды ғой кезде, короче. Осында Атырауда туысқандар бар, солардың үйінде тұрамын, короче. Жем болып тұр, өзіме үйлесіп кетті, өзіме жағып кетті. Все, бітірдім, Атырауға кеттім. Атырауда жүріп қалдым солай. 1 жыл, 2 жыл Атырауда жүріп қалдым. Қайрат маған постоянно айтып жүрді. Мысалы, 1 ай сайын, 2 ай сайын что-то істеп жатырсың деп. Курстар жібереді, осыны қарай бершейші, мынаны үйреншейші деп. 1 жылы демалысқа Оралға келдім. Сол кезде давай кездесейік деп екеуміз кездестік, кафеде отырып. Сол кезде давай онда компания болып не істейміз, сол кезде бастаймыз. 2018 ба, 19-да компания болып бастаймыз. Жайық девелопмент деп, короче. Жайық дев деп. Сол кезде сразу домен регистрировать етіп, сайт не істеп сразу. Неге именно жайық деп бастады? Көп нәрсе. Сол кезден план болды. Чисто Оралмен двигаться, Орал қаласымен, Оралда жігіттермен двигаться. Сол кезде сондай план болды бізде. Основной любой компания несі болады ғой, цель болады ғой. Не сияқты ғой, Атлетика Бильбао, испанский клуб, чисто басктарды болады. Именно испания ішіндегі баск деген национальность. Сондай Оралмен енді что ассоциируется? Жайық, Dev Development, разработка. Жайық, Dev дедік, солай кеттік, сразу сайтты аштық. Сол арада. Бірақ жаңағы мен әлі ол кезде Атыраудамын, жұмыстамын. Зона комфорта, ол кезде ЗП уже 550-600 мың. 600 мың зарплата ол кезде нормально да, потому что құрдастарым ондай ала алмайды. А сен уже там 1-2 жыл универ бітіргеннен кейін 600 мың ЗП. Бәрі тәш, жағдай мықты. Тоже жаңағыдай основной ана жақта бар, сосын жақтан уже істеуге көп уақыт бөле алмайсың да уже. Риск болды ма бір? Риск болды да, потому что ана жақта тастап келу үшін маған қиын да, зона комфортын тастап мына жаққа келуге. Ну да, ойлы, типа, типа 1 айда проект шығуы мүмкін, 2 айда шықпауы мүмкін, вообще жесткий риск. Қайрат ол кезде келді, ол қалада ол сияқты жасап жатыр, маған айтып жүрмін, параллельно қарап жүрмін. Бір жағдайлар бойынша жұмыс қалды. Сосын еще там Қайратты хабарласты ғой, шамал жоқ, короче. Бір жағдайлар болып қалды, оны мен ұзақ айтпай ақ қояйын, ұзақ кетіп қалады. Сосын Қайрат хабарласын, все, давай деді, короче. Мен оған енді курстар қарап жүрмін, примерно хабарым бар, не істеуге болатын. Қайрат хабарласын, все, давай жасаймыз деді, короче. Қайраттың несінен сарайынан бастадық. Бізде деген не бар? Жердің 6-й ар жағында үйіміз бар. Сол үйдің жанында, короче, типа гараж и кухня бар да. Кухня, летний кухня. И сол кухняда жазда бастадық та. Жазда бастадық. Июнь 22-де. Apple сияқты ұстанысыңдар ма? 21-де ма? 21-де. 21 ма? Жоқ, 20-да. 20-да. 20-ның жазында. 3 жыл өткен. 20-ның жазында сарайдан бастадық, короче, біз. Екеуміз. Сарай мен кухня ғой, летний кухня ғой. Қайрат отопление жүргіземін деп, короче, күз болып салқын короче. Салқын болып пушкалар қосып қоямыз. Пушка деген, короче, нені тоқты істеп жүреді, үйдің бәрі свет өшіп қалады, пушкадан, короче. Ар жақта үйге барып свет тоқсады, сосын қайтып пушканы басады. Солай сарайдан бастадық. Жайық дев болып.
сосын типографтан офис снимать етіп жүріп, ол да тағы да жаңағы бүкіл полностью жайықтап болып қалғанымызға одан кейін тағы да бір жылдай уақыт өтті да. иә, содан кейін 2 жыл өтті, 20-дан 22-ге дейін. то есть ол одан кейін 22-ге дейін біз әркім өзі бөлек істеп жүрдік. Тек қана екеуміз істеп жүрдік бір компанияда, тек қана екеуміз болдық, екеуміз жұмыс жасап жүрдік қана. Каждыйның өзінің проекті, өзіміз істеп жүрдік. 22-де мартта уже шештік, все, жүре береміз деп. Бірінші поток сырттан ала алмайсың да, қатты ешкім талмайтын адамдар енді басталып жатқасын, жақсы жігіттер керек қой. тем более ешкім мысалы сен кімсің дейді ғой, типа Сенбейді, даже доверие жоқ, примері жоқ, история успеха жоқ та, сен чтобы показать, міне именно по обучению. Тұрлыбек бар, Тұрлыбек мысалы оқып жатыр, қазір жұмыс жасап жатыр деп айта алмайсың да, ешкім жоқ. И шықтық сразу, самый танитын жақсы жігіттерге шықтық, которые бізге доверять етіп алады, біз оларға доверять етеміз. И таки болды бізде на примете балдар, которые сұрап жүрген, қызығып жүрген, что там немен алысасыңдар, неге Или сияқты. примерно байқайсың, что типа ну типа сайт жасап жатыр деген сияқты. Потенциально мына бала барады деген сияқты. жалпы IT сферасы деген не қазіргі уақытта? IT сферасы біздер бөлек мысалға мен көп біле бермеймін да ол сфераны. Мен білетінім жаңағы бағдарламалау дейді, приложение жасау дейді, сайт строение дейді, осындай нәрселер білеміз. Ал общий шолу жасап жіберіңдерші IT сфера. Содан уже түсіне бастауға болады немен айналысатындар. Жалпы IT сфера деген үлкен сфера да. Медицина деген сияқты. Сол медицина ішінде тоже көп қой түрлері. Стоматологиясы бар, хирургиясы бар, терапия, көп кете береді, білмеймін мен ол жақты. Көп қой тоже мысалы. IT да үлкен, өте үлкен. IT-шник деп айтқаным даже мысалы қазір как-то дұрыс емес. Сен IT-шник, сен білу керексің деген сияқты, ол тоже дұрыс емес та. IT-дің ішінде көп направление. Ты же программист. Ты же программист. Ты же айтишник дейді, телефонда бірдеңе болып қояды. Вообще көп направление ішінде, IT-дің ішінде енді маңызды басыларын айтып өтсек, ол жаңағы разработка мобильных и веб-приложений. Оның ішінде там несі бар, фронт-энді бар, сервердің части бар, мысалы, бөлек-бөлек. Визуальная часть. Визуальная часть деген то, что типа мысалы сайт тердіңдер, и типа не көрінеді, сол визуальная часть. Оның арт жағында болып жатқан нәрсе, мысалы, оны бэкэнд дейді. Мысалы, арт бізде қазір фронт-эндтің стол болса, бэкэндтен сол түрлі деген мысалы сондай бар. Одан бөлек система администрация деген бар, бүкіл вообще қарап отыру, не жұмыс жасап жатыр, не жұмыс жасап жатқан жоқ, соны қарап отырады, бірдеме құлап қалса, сынып қалса, хабарын береді, мына жерде бірдеме болып қалып жатыр деген сияқты. Одан бөлек IT жаңағы любой мысалы компьютер IT, оны жабдықтайтын, оны қасындағы перифериясы болады, ол да IT, оны басқаратын адамдар бәрі IT-шниктер. Сосын IT вообще изначально андайға бөлінеді типа hard и soft. То есть software, hardware, то есть soft это программы, а hard это вот, ну, допустим, типа мыналар компьютер барлығы hard болып. Хотя технический, да, короче, какой-то технический моменттары бар ішіндегі. То есть бірдеңе передавать, допустим, мынау звукты кетеді. Физический хардвер, звук қалай кетіп жатыр, ол через софтвер кетіп жатыр мысалы. Сол и мысалы там AI, да, то есть artificial intelligence, там искусственный интеллект, машинное обучение, ол даже можно сказать, что типа машинное обучение, типа уже отдельно бір сала, и ішінде оның көп там нелер подразделдар. Содан кейін манағы айтқанымыз общая разработка, там ол да кетеді, там серверная часть, визуальная часть. Біз именно сол разработканың ішіндеміз қазір, именно на данный момент. Именно соның неге фронт частьтамыз, это именно визуальная часть. Визуальная часть мысалға белгілі бір приложениенің қалай ұсқыны қандай болатынын да, мысалға жаңағы кнопкалардың орналасуы деген сияқты да, функциялары полностью, например, вот типа приложение надо ішіне кіресің, то есть сен даже ішіне кіріп оплата жасауың, сенің ішіндегі там өзінің профиліңді заполнять етуің, регистрация жасауың, то есть соның барлығы именно біздің разработка под нашу ответственность кетеді да. Сол считается именно. Сендердің ерекшеліктерін жаңағы подкасттан тыс еседі ғой. Сендер Қазақстаннан қазір проектті көп алмайсыңдар. Сендер именно жаңа әңгіменің басында айтылғандай шетелден проекттер аласыңдар, иә. Шетелде енді конкуренция дейді ғой, ол да көп қой жалпы. IT саласындағы именно осы сендердің айналысып жатқан сфераларындағы әлем үздіктері қандай қазір? Именно IT саласында. Иә, мысалға просто бұл сұрақтар неге деймін да, қарап отырған адам ол деген не істемеу мүмкін, көп ол жақтан разбираться етпеу мүмкін, иә. Сосын
ассоциация жүреді мысалға. Қазіргі мына балдар айтып жатқан әңгімені біз қай жерден таба аламыз деген сияқты да. Мысалы қандай компаниялармен немесе қандай проекттермен сендер өздеріңді ассоциация жүргізе аласыңдар. Әлемнің үздіктерін айтайын айтатын болсақ, оны фанк дейді қысқаша. Қазір уже манк деп айтуға болады. Facebook біріншісі, Apple, Amazon, Netflix и Google. Facebook қазір енді Facebook точно дата ойнаған типа гиганттар да, типа андай Facebookқа түсу емес, типа фанкқа түсу, то есть сен подаваться келді, типа уже барлығына подаваться етесің. Фанк деп уже бәрі солай деп ол считается, мысалы топовый уровень болып фанкта сен қызмет етуің, ол жаққа өтуің вообще считается, сен саналасың мысалы. О, мысалы уровень да ол сол жаққа түсу. IT үздіктерін айтатын болсақ, ал енді олардан бөлек те керемет компанияларда көп, бәрін көбіне арман болатындай Booking деген сияқты мысалы. Сосын мында нужно тоже различать, что фанк деген мысалы там Facebook, Meta, олар продуктовый компаниялар. То есть оларда конкретно бір продукт шығарады. То есть, например, возьмем Booking, да? Booking деген өздерінің сайттары бар, приложениялары бар, и сол олардың продукттары считается. Например, EPAM деген компания бар, которая тоже всемирно известная, там тоже один из гигантов, да? Ода именно то есть именно EPAM, типа та компания, куда типа мы стремимся. Потому что олар пока что оларда өздерінің, возможно, софттары жоқ, но олар именно на подряд алады. Например, мысалы клиент келеді, мысалы мынандай бір проект бар, соған мысалы там команда керек деген сияқты. И сол жаққа мысалы 5 разработчик жібереді деген сияқты. То есть бізде плюс-минус сондай модель. То есть если бізде, например, какой-то продукт болатын болса, который в дальнейшем будем развивать, то тоже можно считать там плюс-минус там неге, фанктарды уже как өзімізге пример ретінде алуға болады да. Көрермендерге кішкене түсінікті болу үшін, мысалы Ақсайда мысалы КПО да бір объем жұмыс бар, істейтін. Олар не істейді? Мысалы сичимға тапсырады. Оларға бәрібір сичимді кім жасайды, не жасайды, главный договор сичиме жасайды, какой-то объектті мына жасау керек дейді. И сосын сичим уже өзінің адамдарын алып келеді, бәрін жасайды, тапсырады. Бізде сол сияқты, EPAM-да сол сияқты, один из гигантов. Любой компания хабарласады, бізге осындай продукт керек дейді. Сізге тапсырамыз дейді. Бағасымен, договормен келіседі. EPAM өзінің разработчиктарын шығарады, продукт тапсырады, дальше келесі продукт жасайды. Оны продуктовый компания дейді, сосын жаңағы IT студия дейді, IT аутсорс дейді, мысалы. Фанктар мысалы ол продуктовый компания, олардың өздерінің продуктысы бар. Сол сияқты олар тек қана өзінің продуктысын шығарады. Біреуден заказ алмайды, басқа компаниядан заказ алмайды, олар тек өзінің разработкаларымен. Но, допустим, типа, также, допустим, Google, да, может быть, что, типа, оларға аутсорстан тоже EPAM-нан пример, да, мысалы, 5 разработчик керек өздерінің продукттарын. Вот сондай моменттер. Андай, поддерживающий дейді ғой да, қолдап тұратын да, мысалы, белгілі бір продукты несін, функциональностін қарап отыратын. Иә, осындай проектпен айналысасың. Это не обязательно поддержка, он может быть с нуля тоже начнет, просто с нуля приложение керек. Либо есть приложение, которое на каком-то этапе, и соны дальше нужно разработать и до конца довести деген сияқты. То есть разные стейджтар болады да, типа степень развития именно проекта. Примерно, то есть желательно, конечно, типа либо ортасынан, либо басынан алуға да. Жалпы көп қой да, мысалы қазақстандық проекттерден да, мысалға да, колеса бар. Колеса, крыша, Марлик бар, OLX қазақстандық па? OLX қазақстандық емес, но скорее всего тоже нелер бар. Билайн, Теле2-лар, оларда мысалы тоже. Каспий. Тот же самый. Каспий гигант. Майкар. Не бар, OneFit, да? OneFit біздің группа сабылал деген досым, солар айналысады OneFit-пен. BTS Digital дейді. Естіген шығарсыздар, Астанада. Салем Social Group, солар бәрі. BTS, да. Салем Меди бәрі сол BTS Digital деген компания бар. iTube. Солардың астарында. YouTube-тан шығарылмай, iTube-ға кіргізе алмай жүр ғой да қазір да. Баяғыдан бері Салемнің естерінде ма скандал болған? Скандалдары, ішінде блогерлары. Ну, вообще, Салем тоже өзінің бір ықпалы тиді негізі Қазақстанның именно медиасына. Да, жақсы күшті сериалдар шықты негізі, өзінің бір кішкене тактикасын өзгертіп жіберген сияқты олар деген. Өздерінше басында Қытайдың жолын қуамыз деп YouTube-тан алып жіберіп келді, бірақ уақытында ашылып қалған сияқты барлығы деген. Енді қазір кішкене ұзақ жолмен, бірақ дұрыс жолмен кеткен сияқты. Қазақстан дегенде бізде мысалға в основном жаңа мегаполис рейсімізге түседі ғой.
егер шетел тұрғысынан қарасақ Алматы мен Астана және бүкіл мысалы көптеген компаниялар жаңағы IT саласындағы компаниялар да именно сол мегаполистарда дамып жатыр да, бірақ біз облыс орталық туралы ештеңе білмейміз да. Облыс орталықтарында мысалға бірден бір может жаңағы фриланс ретінде немесе жаңағыдай кішкентай командалар ретінде сендер сияқты жасап жатқан компаниялар бар шығар да. Білесіңдер ма ол жайында? Вообще Қазақстанда IT сферада не болып жатыр Қазақстанға жалпы? Так, Қазақстандағы IT сфера бойынша қарайтын болсақ, сол жаңағы Алматы, Астана бірінші, екінші орында деп ойлаймын. Қайсысы бірінші, қайсысы екінші енді скорее всего Алматы шығар, бірақ скоро Астанада қуып жетеді. Все-таки Астана бас қалауы, ол да жетеді. Үшінші орында деп енді скорее всего ол Қарағанды, жаңағы EPAM-ның жаңағы айтып отырдық бағана EPAM деп, EPAM-ның головной офисі Қарағандыда мысалы. Көптеген компаниялар да бар Қарағандыда. Қарағанды үшінші орында деп ойлаймын Қазақстан бойынша. Одан кейін қалған облыстар менің ойымша шамамен бір рейтингте, бір уровеньде. Шымкенттер қайда жатыр? Шымкентте үлкен қала ғой, былай возможностьсі бар. Ол жақтан да талантты жігіттер. Ол жақта деген жылы не андай типа Silicon Valley жасалады, короче, ол жақта. Силиконның дәлені. Но мына жақта не да? Неге Алматы мен Астана вообще типа топта, допустим, Шымкент ғана емес? Потому что универлер жас. Алматыда СДУ, КБТУ, там IT университет, мықты нелер бар да, выпускниктер. Из-за этого, то есть Кремниевой долинының, допустим, как пример алсақ, почему типа вот именно сол неде Сан-Францискода, типа центрда, сол центр IT болып кетті, потому что ол жақта Стэнфорд университет. При нем сол жақта кампуста барлығы, то есть жас балдар, короче, қанға айналып жатыр, типа идеялар көп, и начали реализовывать. И жайлап сол жақты дамытып кетті да. Центр болып кетті ма? Алматы сол жағынан алады. Астана енді как-никак столица. И үлкен крупный компаниялар сол жақта ашылып бастайды. Сосын Қарағанды еще андай не ғой, мысалы домен хостинг сатып аласың ғой, олар деген типа Қарағанды из-за того, что центр, типа серверный частьтар сол жерде тұрады, серверлер. PSKZ центрлар. Бүкіл қалаларға чтобы равномерно бару үшін сол жерді таңдаған. Сол жақта алдыңдар ма? Сол жерде орналасқандықтан ежелеп уж компаниялар сол жаққа дейін шоғырланып бастаған. То есть EPAM плюс-минус несі логика, скорее всего, сондай вот. Сол. Потом, я думаю, что ондай типа IT компаниялар, которые работают на локальном рынке, олар любой қалада болады, короче, бар. Но именно біздің типа то, что типа нам кажется, что нас отличает, что бізде не по Казахстану, а больше фокус неге, да, на международный рынок. Ал жалпы мысалға мына осыдан дейтін Оралдағы бастамаларға жайлап жылжиық. Оралдағы бастама жаңағы сен өзің айттың ғой, біздің ерекшелігіміз шетел рыноктарына, шетел несіне шығу деп. Осы бастама туралы айтып жіберсеңдер да. Мына жерге қазір видеоға қоямыз, бір жерге біздер заранее барып, соның офистарына кіріп жігіттердің полный обзорын жасап шықтық. Айырмашылық қандай? Неге балдарды оқытасыңдар? Олар неге керек сендерге? Олармен сосын не істейсіңдер сендер? Сол жайында жайлап айта берсек. Енді бастамамыз изначально сол Оралмен, Жайықпен болды. Осы сияқтағы жігіттерді дамытамыз. Неге мысалы бәрі Алматы мен Астанада неге кете беру керекпіз мысалы біз? Менде жаңағы көп адамдарды ұстайды мысалы қала. Ата-анасы бар, үлкен адамдар бар, семьясы бар, достары бар. Қалуға желаниесі бар, бірақ предложение жоқ та мына жақта. Қайда барамын жұмысқа мысалы? Не істеймін мысалы? Хедхантер ашып қарайсың қазір. Поликлиникада система администрация. Сондай 100 мың, 120 мың, 150 мың дейді зарплата мысалы. Сен кімді асырайсың онымен? Алматы, Астанаға барамын дейсің, ол жаққа барамын деп мысалы көбі кетеді. Жаңағы мына жақта амал жоқтан кетеді да. Неге мына жақта ол болмасқа деп ойлайсың да? Ойладық изначально. Сондай цельмен осы Жайық девелопмент деп өзіміз бастадық. Осы сияқтағы балаларды оқытамыз, осы сияқтан үйретеміз, осы сияқтан жігіттерге қанша жігіт емес жалпы Орал халқына жұмыс орнын береміз, дамытамыз деген цель болды. Өзіміздің целіміз, компанияның сондай. Изначально типа онлайн намного жылдам кететін еді бізде, и скорее всего типа уровень кандидатов был бы выше,
Ну, типа, потому что универ бітірді, допустим, сду-дан сен ал, мысалы мына жақтан да, сори там бхм схида оқитындар, бірақ схидің бхм бітіргендер навыктары намного меньше хуже будет, чем, допустим, сду кбтудың выпускниктарына қарағанда. Но сам факт того, что типа оффлайн обучение біз өзімізге типа сол по кайфу, то есть именно сол офиста, допустим, андай жақсы атмосферамен, то есть бізде қандай вообще в основном не логика адамдарда типа жұмысқа типа как на кадргу деген сияқты, короче, андай бір ең қиналып барады да. То есть біз соны хотим типа сломать стереотип, типа келіңдер кайфуйте, короче, типа то есть демаласыңдар ма, то есть жұмыспен типа и демалу керек да, тоже сондай. То есть андай соны ұстағымыз келеді, и соны оффлайн жасау бізге сол жағынан, то есть важный болды да. Адамды көзбе көз көру, да, Да, дейтін да. сезіну, энергетикасын сезу әрине. деген сияқты. Вообще келе ма, келмей Да, ма. потом андай кіргенде көп айтады, мысалы там бір достарымыз нелеріміз келеді ғой, типа андай кіргенде, короче, типа рабочий атмосфера бар деген сияқты, короче. Вот сол да, типа тоже одна из, типа, ну, то, ради чего, короче, мы, типа, работали деген сияқты. Сондай, сосын. Жаңағы айтқандай онлайн, мысалы біз если бы хотели тезірек не істеп кетуге, жүріп кетуге, могли бы онлайн таныстар көп қой, Алматы, Астанаға хабарласып балдармен онлайн жұмыс жасауға болатын еді, намного быстрее дамып кететін едік, көп плюста болатын едік. Бірақ бізге ол жаңағы қатты қызық емес болды, бізге именно жаңағы офлайн адами капитал, адаммен көзбе көз кездесу. Өзіміз басымыздан да өтті, мысалы онлайн курстар, Атырауда жүрдім, онлайн курстар өтемін. Udemy болсын, Код Академия болсын, курстар өтесің онлайн. Бір жерін түсінбей қаласың, сұрақ қоятын ешкім жоқ та жерде. Кімнен сұра, мысалы, мына жер қалай деп. Астында комментарий жазуға болады, таңда болады комментарий сұраған, саған жауап береді, бірақ қашан жауап береді? Не факт, Не факт, жауап бере ма, короче. А сен уже білгің келіп тұр, неге шығып жатыр, мысалы сенде. Оффлайн болса, мысалы, бірдеңе істеп жатыр, түсінбей қалды, қалай кешірсейсің, сука, айтып жібереді, потому что ол уже өтіп кетті да, ол теманы уже біледі да уже. Өзімнің басымыздан өтті оның бәрі, и сол нәрсенің бәрін қазірге келіп жатқан бізге балдарға, мысалы, уже бізден, мысалы, екеумізден өзіміз көреміз, намного быстрее дамып. Мысалы, біз бір темамен, бір нәрсемен бір жыл жүрсек, олар ол теманы 2 айда, мысалы, қағып алып, 2 айдың ішінде сол технологияны спокойно игеріп алады, жұмыс жасауға. Өйткені, мысалы, сұрайтын адам бар да, түсінбей жатыр, сұрады. И еще, мысалы, офлайн болғасын 8 сағат сен отырасың да, ол жоқ. Ұяласың, енді келіп тұрғасын отыру керексің деген сияқты, кетіп қала алмайсың. Үйде болса, бөлек онлайн болса, шақырып алады, бүйтіп алады, кетіп қалады, шығып кетесің жаңағы. Анда 8 сағат отыру керексің, сен 8 сағаттың ішінде по-любому 5 сағатын жұмыс жасайтын болсаң, қарайтын болсаң, 5 сағат күн аптасында 5 рет, ол деген былай да, жерде прогресс мықты болады да, 2 айда прогресс мысалы адамда мықты болады. Сонымен Елдос, так, қазір біздер сенің ортаңа келдік, жұмыс орныңа. Так, осы жұмыс орны туралы айтып кетсең. Таныстырып. Қысқаша айтып берейік, осы біздің офис. Бұрын осыған дейін декабрьге дейін біз басқа офиста алдық. Осы жақында осы офис қоштық, үлкендеу болды, өйткені команда саны өсіп жатыр. Жұмыс жасайтын жігіттердің саны өсіп жатыр. Одан стажерлар келіп жатыр. Санымыз өскендіктен үлкендеу офиске көшетін болып шештік. Мына жақта бізде рабочий зона дейді ғой, жұмыс жасайтын зона. Осы жақта жұмыс жасаймыз. Мына жерге тағы да стол, үстелдер заказ беріп қойдық стажерларға деп. Тағы да 2 стол болады, мына жерде 3 қатар болады. Мына жерде тақтада біз сабақ түсіндіреміз. Бір какой-то сұрақтар болса, өзіміз бірге отырып шешеміз. Ары қарай кухняға келе жатқан бәрі тамақ ішеміз, ас. Жалпы ертең зона болып бөлінеді да? Иә, дизайн заказ бердік, зона болып бөлінеді бәрі. Пландарымыз бар. Енді бір шағын Google офис сияқты алып істегіміз келеді. Дизайн проекттер дайындап қойдыңдар ма уже? Заказ беріп жатырық басқа қаладан. Ресейден бір варианттар бар, сосын Астанадан бір варианттар бар, компаниялар бар, айналысатын солардың. Жалпы қазір мысалға балдарым да жерде немен айналысып жатыр? Жалпы балдармен айналысып. Бұлар уже оқып жатқан процесс па бұл әлде жұмыс процесі ма бұл? Жұмыс процесі. Қазір мұнда 4 жігіт отыр, 4-еуде олар уже оқуды бітіріп, қазір жұмыста полностью. Стажерларымыз уақыты бітті, олар үй жаққа кетіп қалды. С утра келеді в основном. Бізде қалаған жұмыс жасайтын жігіттер в основном кешкі уақытқа қарай жұмыс жасаймыз, өйткені проекттеріміз бәрі в основном Америка, СНГ жақта, Европа жақта, сондықтан біз кешкі уақытқа қарай жұмыс жасаймыз. Жалпы жігіттердің нелері таймзон дейді ғой, сол шаршатпай ма? Аралық шаршату мүмкін, иә, шаршатады арасында, бірақ жайлап уже какой-то уақыттан кейін үйреніп кетесіз. Сол таймзонға жетіп емтеніп кетесіз. Жалпы бұл деген қазір уже сенің оқушыларың емес, бұл дейтін сенің толықтай командаң болып тұр ғой. Толықтай команда бар. Қазір именно дәл осы моментте қандай мәселені шешіп жатыр бұлар? Так,
мына жерде айдос деген жігіт, бұл шипер деген бізде проект бар. Мгм. Біздің командадағы көптен бір қазақстандық проект. Мгм. Шипер деген Америкадан Қазақстанға тауарлар жеткізу. Естігеніңіз болса, USAKZ Logistics дегендер болды көптеген. Мгм. Америкадан товар алып келетін. Бұл шипер сондай аналогы, соның мобильдік приложениесін жасап жатырмыз. Мына жаққа қарай өтсек, мына жақта бізде білмейтін шығарсыздар, америкалық проекттер OnePack деген. OnePack мобильді версиясы, мына жақта OnePack-тың веб версиясы. Екі жігіт жұмыс жасайды, америкалық проект. Мына жақта GetSlide деген проект. Ол GetSlide деген тоже америкалық проект. Оның тоже веб версиясын Дәурен, Кеңес, Ерайсан деген жігіттер. Жалпы балдардың деген жігіттердің алдындағы лэптоптарын қарап отырсақ, бәрінде MacBook Pro, MacBook тұрады. Жалпы ана программисттердің, IT жігіттердің міндетті түрде иелену керек ноутбуктары осындай болады ма, әлде қалай? Міндетті түрде деген нәрсе жоқ. Именно мобильный разработка болса, онда MacBook міндетті түрде. А если веб разработка болса, жақсы Windows'та да жұмыс жасауға болады, бірақ MacBook жақсы болады. Жақсы жұмыс болады. Жалпы дистанционный жұмыс істеуге любой жаңа Тұрлыбек айтпақшы. Мен MacBook алып қойдым, кофейняға келдім, что делать дальше дейді ғой. Сол сияқты да? Штатыңда қазір қанша программист бар сонда? Штатымызда қазір 6 программист және 3 стажер жігіттер бар. Алдағы мақсатта қанша общий үлкен команда жасағанда қанша жету мүмкін? Осы жылдың 23-інің аяғына дейін бізде план бойынша 20 программист. Ішінен бір 15 адам уже полный жұмыста, 5 стажерға дейін. Қазір 3 стажер уже жақын арада, бір 2-3 айдың арасында уже бұйырса командаға ауысады. Жұмысқа шығады полностью. Бұлардың мақсаты деген жалпы көбірек проект алу ма, әлде бір проектпен сапалырақ жұмыс істеу ма? Бізде в основном бір проектпен сапалы жұмыс жасау. Жайлап опыт жинағаннан кейін курировать ететін болады. Менторство болады. Басқа жігіттердің проектілерін бірге қарайтын болады. Сонда 2 проект сияқты болады. Оларды мысалы оқыттық, олар уже 3-4 ай болды жұмыс жасағанымызға, 2 жігіт мысалы 5 ай болды. Уже бізге көмек ретінде олар да көмектесе алады. Мысалы жаңадан келген стажерларға. Менің атым Ерайсан. Осыған дейін IT-дің жасанды интеллект бөлімінде жұмыс жасадым. Есімім Айдос, жасым 29-да. Негізгі мамандығым биология пәні мұғалімдігі. Бәріне сәлем, менің есімім Дәурен. 2017 жылы Алматыда Қазақстан-Британ техникалық университетін бітірдім. Меня зовут Кенес. Работаю здесь примерно 5 месяцев. Закончил университет в городе Ханчжоу в Китае. Меня зовут Руслан, мне 27 лет. Как я сюда пришел? Я работал в магазине продажи бытовой техники. Жазда Инстаграмға қарап отқан кезде сол Жайық Девелопменттің аккаунтын көріп қалдым. Сосын досым арқылы Елдосқа хабарға шықтым. Көктемнің соңында курсты бастадық. Жаз бойы курс болды. Арасында 2 апталық интенсивні жаңағы буткампта болды. Басында курс ретінде бастадық. Интенсивті курс болды. Барлық өткен материалдарды қайталап. Мое обучение длилось 2 месяца. После этого стажировка, и после стажировки меня приняли на работу. И однажды продавал ноутбук одному из программистов и спросил у него, как стать разработчиком. Он меня направил в JackDev. Менің ойымша таптырмас мүмкіндік деп ойлаймын, себебі жігіттер өздері біріншіден білімді, математикадан жаңағы республикалық олимпиада қатысқан жігіттер. Қазір екінші проектінде мен көбінесе веб разработкасымен айналысамын. Был опыт в QA, но это было не мое. И вот фронт-энд разработка, React, очень интересно мне. Сейчас начал с языков разметки, там HTML, CSS, потом изучал JavaScript, ну и сейчас тоже изучаю React.js, и в данный момент изучаю Redux. Впечатление, очень все нравится, приток новых знаний, очень интересно. Алдағы уақытта да осы компанияда жақсы проекттер жасап, дамуға тырысамыз деген ойдамыз. Көптеген мүмкіншілік береді осы JackDev компаниясы. JavaScript бойынша терең білім алып, көптеген есептер шығара бастаймыз. Получается, я здесь прошел собеседование и поступил на стажировку. Хочу стать в дальнейшем крутым программистом. Жалпы IT саласында жаңадан IT мамандығын бітірген адамға ең маңызды нәрсе ол тәжірибе деп ойлаймын.
оқуды бітіргеннен кейін бірден мысалы жұмыс табу қиынға соғуы мүмкін. Біз Жайық Дев компаниясы команда ретінде жас студенттерге IT-ға ауысқысы келетін мамандарға стажировка ұсынамыз. Бізге келіп курс оқып, біз үйретеміз, көрсетеміз. Сәтті өткен адамдарды өзімізге команда аламыз, жұмыс береміз, проекттер береміз. Основном Орал қаласындағы студенттермен жұмыс жасағымыз келеді. Орал қаласында IT дамытқымыз келеді. Тек қана жаңағы офлайн қабылдаймыз, онлайн емес. Бізге офисқа келіп, офистің культурасы дейді, жаңағы мысалы офистің культурасын қалыптастырып, осылай берік команда жасағымыз келеді. Оралдың IT-ін алға қарай дамытқымыз келеді. Сіздердікі получается ол образовательный продукт емес қой. То есть басқа мысалы оқу орталықтары сияқты емессіңдер осындай. Сендер жігіттерді оқытасыңдар, қыздарды да оралдық. Өздеріңе жұмысқа кіргізіп бірге проекттер жасамайсыңдар ма, да? Сол жағында айтып жіберсеңдер мысалы. Біз былай айтқанда, типа, не компания именно не обучающая, а бізде, по идее, основной мақсат бізде разработка. Разработка, допустим, бізге, допустим, жақсы уровеньдағы бір жігіт келсе, которому не нужно обучать, біз оны жұмысқа аламыз сразу. Но Оралда ондай табу қиын. И сондай уровеньдағы балдар уже где-то работают. Либо Алматыда, либо Астанада, либо за рубежом уже удаленкада бірдеңе тауып. Біз өзіміздің обучениемен жас балдарға именно рынокқа кіруге көмегін береміз, потому что қазір начинающий разработчикті жұмысқа екін бір ала бермейді, себебі заман сондай, короче, что типа надо быстро, типа уақыт тығыз да, короче, типа продукты жылдамырақ өту керек, типа релизға типа шығару керек на рынок. Из-за этого типа сразу, типа бізде junior, middle, senior деген 3 түрлі левел болады. Типа junior деген самый начинающий разработчик, middle деген средний и senior деген уже опытный, там 3-4 жыл опыты бар. Сондай. И бізге типа сабақ беру арқылы біз оларды үйретеміз, и изначально под своим присмотром уже проект оларға тауып береміз, да. И олар сол проектті жасайды. Егер де бір какой-то сұрақтар болса, сразу келеді, короче, маған или Елдосқа, басқа балдарға деген сияқты решает и дальше жалғастырады да. Он офлайнның именно плюсы сода. Мысалы, қасыңда 5 разработчик отыр, любойын сұрайды, саған көмектеседі деген сияқты. Ол там білмейді, допустим, қарайды, айтады, мына жерден қарап көр деген сияқты. Саған какой-то идеялар береді. Не обязательно, что ол сенің проблеманы шешіп берді. Ол саған путь беруі мүмкін, да, типа былай жасап көр деген сияқты. И ол сонымен жұмыс табу керек. Сол несін задачасын сонымен шешеді да. Из-за этого типа офлайн сол жағынан рулит. Мысалға, сендерде белгілі бір мақсаттарың бар ғой, мысалы мұнша адамдар қабылдаймыз, осыларды үйретіп жұмысқа аламыз дегеннен. Сол жұмысқа алып, мысалы кішкене алға қарай жүріп көрсек те, мысалы условно 20 адам командаға алып, дайындап, уже проектпен жұмыс істеп жатқаннан кейін ары қарай мысалы оқытасыңдар ма, сендерге керек па, ол дейтін орта жолда қалып қоймай ма, тоқтап қалмай ма деген сияқты білім беру. Ол қалып қоймайды деп ойлаймын, өйткені 20 адам бізде балдар өседі. Мысалы келді, біздер өсіп жатыр, ең басына келген балдар өсіп жатыр. Мысалы 2 жыл болды, 3 жыл болды, уже уровень, да, сеньорский уровень. Ол мысалы өзі бөлек шыққысы келеді. Болады ондай адами капитал, адам несі басқа жаққа барғысы келеді, мысалы, может, ол көшкісі келеді басқа жаққа кетіп, мысалы, басқа жақтан жұмыс келіп жатыр, мен сол жаққа барамын дейді. Ол ауысуы мүмкін. Орнына басқа адам келеді, мысалы. Кәдімгідей жұмыстағыдай, ол біреу келеді, біреу кетеді деген сияқты. Біздер ешқашан тоқтамаймыз деп ойлаймын. Ол адамдар ауысады. 20-дан асса да біз ала бере аламыз, үйрете бере аламыз. Адам ешқашан да артық болмайды. Компания өсе береді. Мысалы, кеше ғана новостьтан шықты. Google 12 мың адамын мысалы жұмыстан шығарып жүрген уволить еткен. 12 мың адам шығарып жүр, значит ойлап қара, ары қарай қанша жұмыскер бар оларда. Солай қарай берсең. Да, ол считается там 6% всего Google. 12 мың адам. 6% тек қана. Әлем бойынша да. Әлем бойынша. Мысалы 20 адам бізге потолок емес. Бізде цель бар, осы жылда 20 адаммен жабу, 20 опытный жігітпен жабу. Стажерларды, практиканттарды санамаған кезде 20 опытный жігіттермен
жабу осы жылда То есть 2023-те. бізде 20 это для, ну, как бы, все еще типа малая средняя компания сияқты. То есть бізде жалпы немен пландарымыз там больше 100 деген сияқты разработчиков именно Оралда. Вот прикиньте, представьте, да, типа 100 разработчиков Оралда. Это типа Оралға типа в дальнейшем нереальный буст береді именно IT саласында. Оның 100 ертең деген там бір какой-то проценті там Гуглға бір жерге түседі да, короче, это андай, то есть само по себе типа қаланың ішінде это жесткий шум болады, по идее. Мысалы Орал халқы қанша қазір? 365 шамасы. 365 шамасы. Оның ішінде мысалы 100 адам бізде жұмыс жасайтын болса, по-любому 100 адам сол 365-ін хабар жеткізеді ғой, по-любому естиді ғой. Мысалы сені танысын деп через 7 рукопожатий дейді ма, мысалы по-любому 100 адам қалған 365 мыңға жеткізеді да, бәрі білетін болады да, IT-ға баратын болады, келетін болады, уже хабары болады да, уже что Оралда жұмыс жасауға болады, развиваться етуге болады. Сол самый основной типа негізінде почему типа Оралда реально жоқ, неге бәрі ар жаққа кете береді. Тем более, по идее, Оралдың жігіттері нормально, мықты мектеп бар бізде. Просто бізде, по сути, основа универ емес, бізде мектеп. Школьное образование Оралда білесіздер ғой? УНБ, КТЛ, там, до этого, там, 2007-ге дейін де мықты болды лицейлер мысалы. Но из-за того, что предложение жоқ, из-за этого барлығы кетеді. Енді біздің сол мақсат, типа, до того развить вот это все. То есть 20 дегенде это тоже, мысалы 20 разработчик болды, это все нужно поставить правильно, типа операционка барлығын, типа сол проекттерге қарайтын адамдарды деген сияқты. То есть бізде андай затты біз өте щепетильно қараймыз. Бір проект келді ма, то есть оны өте андай типа полный фокуспен, да, то есть чтобы проект и он разработчик жауапкершілікті типа андай жалғыз өзі қалып қоймасын, типа содан кейін проектпен проблема болып шығады деген сияқты, да. То есть из-за этого осы жылдың соңында 4 разработчикпен бітірдік та, специально чтобы типа давай посмотрим, сможем, типа жасап шығарайық бірінші, көрейік өзіміздің деңгейіміз деген сияқты. И дальше уже көріп тұрық, что типа можем, дальше уже осы жылға осы 20 разработчик деген пландарымыз тұр. Вот сендердің жаңағы өздерің мысалға командаға аларда балдарды да программаларың бар ма оқытатын, және вообще в целом программа болғанда да мысалға жоғарғы оқу орнын бітіріп келген балдарда да бір бэкграунд болады ғой арттарында да. Вот солардан айырмашылық қандай методикаларың мысалға? Қалай оқытасыңдар? Мысалға адам деген 4 жыл мысалға бір жерде оқиды, условно КБТУ-да да, немесе там басқа IT университетте оқиды. Содан кейін сендер келеді, сендер оларды мысалға қайтадан оқытасыңдар. Ол кісіге деген 4 жыл оқу керек па универде, немесе керек емес па? Так, былай десек болады. 4 жыл универде мысалы адам не оқиды? Қазақстан тарихы, қазақ тілі, орыс тілі, физика, философия, психология, экономика дейді. Жалпы пәндер оқиды. Жалпы пәндер оқиды мысалы. Көп уақытта сондайға кетеді да, мысалы именно практика аздау болады. Біздің басты айырмашылығы біздер практика. Мысалы бізге теория ондай көп не істемейміз. Практика. Еще практика дегенде андай просто проекттер емес, кәдімгі рабочий проекттермен біз жұмыс жасап жатқан проекттеріміздің какой-то бір частьін под менторство біреу қарап отырады, ол жасап отырады. Кәдімгідей реальный жизньда, продакшндағы практика. Сол мен основной айырмашылығымыз деп ойлаймын. Сосын менторство, самое главное менторство. Универ саған менторство бермейді, универ саған береді примерный путь. Мынадан бастадың сен, например, да, дальше өзің оқып үйренуің керек деген сияқты. А бізде біздің өзіміздің мысалы стажер келді дейік та, у него бір какой-то базасы бар. Біз оған айтамыз, мынаны с нуля бәрін қарап шық, сұрақтардың бар болатын болса, бізден сұра, обязательно сұра, короче, типа андай отырып қалып 4 сағат отырып қажет жоқ бізге, короче, датаның типа темы. Бізден сұра, дальше кетесің, короче, солай. Өзіміздің типа неміз бар, планымыз, да, программа. Сонымен и менторство, короче. Неге адам обязательно келу керек офисқа? Себебі ол көреді, во-первых, что егер де ол мына программа өтсе, мына жігіттер сияқты, мен де, короче, код жасап жұмысын болады деген сияқты. То есть неге ментальный, короче, жесткий не буст болады одан. И екіншіден не менторство, что сен любой адамнан келдің, сұрадың, и ол саған көмектеседі. И сенде андай не болмайды, стоп болып қалмайды. То есть онлайн обучениеда в основном көбі мына жігіттерден тоже бір шамасы өткен негізінде. То есть бізде жұмыс жасап жатқандардың
көбі тоже онлайн өткен, тоже так же бір жерде қатылып қалғанда, короче, и забили деген сияқты. Ну, өте адами фактор, это нормально. Вот. Онлайнның бір кемшілігі дейсіңдер ғой. Онлайнның бір кемшілігі. Сосын жаңағы айта кетерлік обязательно ма мысалы высшее образование. Не обязательно деп айтуға да болады, бірақ желательно. Мысалы біз көріп жүрік, именно IT саласында высшее образование оқыған адам мен оқымаған адам. Оқыған адамда база болады. Основной нәрселерді түсіндірмейсің. Ол уже біледі де изначально универ оқыған адам. Былай енді высшее образование жоқ болса да түсіндіруге болады. Ондай бізде примерлер бар, командамызда ондай жігіттер бар. Басқа сферадан вообще келіп, какой-то уақыттың арасында, мысалы қазір уже бізде командалар жұмыстар жасап жатыр. То есть вообще IT оқымаған жігіт та. Бірақ енді основное требование, әрине, біз қазір қатты қараймыз, ол математический уклон, математический логический. Мысалы қазір математический логический уклон болса, адам спокойно алып кетеді. Оған өзіне стресс болмайды анау деген. Келіп оқып жатырады да, мысалы басқа ондай математический уклон болмаса қиын болады да аналарға, стресс болады аналарға. Аналитический склад Иә, гуманитарийға қиындау болады. Алып кетуге болады, бірақ қиындау болады, сен стресске устойчивый болу керексің да. Сенде шықпай жатыр мысалы, түсіндіреді, сен түсінбей жатырсың мысалы. Қиын да саған, ішін жаматады уже саған. Бір түсіндірді, екі түсіндірді, түсінбей жатыр, түсіне алмай жатыр, саған қиын да, стресс болады да оның бәрі. екеумізге Мысалы математический склад оңай болса, түсінбей жатыр ма, сен көрсетіп жібердің там, түсінікті тілмен түсінікті көрсетіп жібердің, все, понял дейді де, дальше кетіп қалады да уже. Оған полегче болады. тарих ағылшын бізде. Жақсы. Ал жалпы мысалға біздер стереотип қандай IT сфера жөнінде, программисттер жөнінде, қазір маркетинг қалай бейнелейді да бұны дейтін. Маркетинг бізде оларды дейтін еркін адамдар деп, мысалы IT сферасындағы жұмыс істеп жатқандар еркін адамдар дейді да. Бейнелеп, мысалы Google-дың офистарын көргенде де бәрі бір жерде отырып, там бақытты күймен отырып не жасап жатады. Жұмыс жасамайды, демалып жүре ме? Иә, Инстаграмда көреміз, тіпті Балиде отырып да жұмыс істеп жатқандар бар. Вообще бұл стереотип па әлде бұл расында солай ма? Мысалға IT сферасында жұмыс істейтін адамдар, программисттер, жаңағы приложение жазатын кісілер солай жұмыс істей ме әлде деген? Расымен солай, шыны керек. Таныстарым, достарым өте көп. Қарап отырған болса, қазір мысалы достарымыз бар, Балида жұмыс жасайды. Балида сол жақта жүр, жұмыс жасайды, өмірдің арқасын көреді. Гуглда мысалы көріп жүргендер нәрселер, көп видеолар шығады, мысалы Инстаграм, ТикТокта рекомендация шығады ғой. Один день из жизни в Microsoft деген сияқты видеолар шығады. Оның бәрі рас, шыны керек. Жалақыларда жаңағы удаленка жұмыс бәрі рас. То есть удаленно жасау деген это уже қазір типа қатты новость емес, по айтишника да. Мысалы мен өзім тоже 21-ші жыл сентябрьда 6 айға Турцияда мысалы тоже удаленно жұмыс жасап сол жақта тұрып көрдім да. То есть это нормальный опыт, но тоже андай момент бар, про IT разработчиков в Казахстане, то есть здесь уже андай да культурный темалар кетеді да. То есть сен не факт, что сен удаленкаға кетіп қала аласың да, короче, любой. Мысалға түсінбедім. Не жөнінде именно, мысалы, культура жағынан қалай? Например, там самый там младший сын семья деген сияқты да. Бұндай тәрбие жөнінде. Да, сондай семьясында жалғыз бала деген. Мысалы біз Американы алсақ, ол жақта мысалы кетіп қалу басқа, то есть семьядан басқа қалаға кетіп қалу, Балида жұмыс жасау, орыстарда, например, да. То есть коллегаларымыз бар, которые проекттерде, да, которые Балидан жұмыс жасайды, там ата-анасы бірақ Россияда, то есть олар үшін это нормально. Бізде мысалы біраз қарама қайшы келеді. Бізде оларға қалыпты жағдай. Бізде тәрбие келіп соғамыз да, тәрбие келіп соғамыз. Үйдегілер не жейді, қалай отырады деген сияқты мен жақта қыдырып жүрген. Иә, ол да жағдайлар көп қой, мысалы үйінде анасы жалғыз, или әкесі жалғыз, мысалы бір болу керек қасында бір адам, мысалы всегда. Сол сияқты. Жалақы жөнінде, мысалға программисттер расында көп алады ма? Стереотип па? Программисттер көп ала ма енді, относительно оның бәрі. Относительно орташа зарплатадан. Орташа зарплатадан әрине көп алады деп айтуға болады. Один из высоких қой. Еще смотрят, типа қандай нені аламыз біз, регион. Қай регион, сосын қандай уровеньдағы деген сияқты. Допустим, мысалы мынандай момент бар да, топ компаниялар бар, гигант манағы фанк дегендер. Оларда зарплаталары примерно 240 тысяч долларов в год. Ну, там опытный. Налог жағын айтпай ақ қояйық, но типа опыт
егер Қазақстанға кіретін болсақ, ладно, ол даладағы компаниялар не керек бізге, біздер именно Қазақстанға кіретін болсақ. Қазақстанда да IT саласындағы маман, именно разработка, сисадмин не считаем как айтишник. Хорошо. Ага. Именно разработчик жігіт, допустим, экономист бір жігіт бір уақытта бітірді, бір уақытта жұмысқа кірді, айтишник больше получает, по-любому. Входной порог-та айтишник всегда будет больше получать. Ценамен айтыңдаршы, цифрмен, шамасы. Минимальный мысалы 250-300-ден бастайды жаңадан универ бітірген. Ага. Минимальный 250-300-ден бастайды, одан ары өзіне байланысты. Сен можешь Уровень 3 айда алып кетуге, сен можешь 6 ай, сен можешь 1 жыл, сен можешь 2 жылда, 2 жыл бойы бір орында тұра беруге. Білетін базыңа байланысты. Білетін білімің. 6 айда сен көрсетіп тұрсаң өзіңді, саған 6 айдың ішінде могут 300-ден сразу повысить, мысалы 600-ге, 700-ге кете береді. Өзіне байланысты. Мысалы басқа сфераларда, мысалы сен экономистсің, сен бір жерде бухгалтерсің сен де, сен кірдің, условно 150-200 мың зарплата алдың, қиын да оларда мысалы зарплата повышение сұрау. Максимум раз в год повышение сұрайды, инфляциямен немен там өсіріп береді, 200-ден мысалы 225-250 мың деген сияқты максимум. IT-да мысалы көзіңді көрсеттің ба, олар біледі, сен қазір мені өсірмесем оған, ол қазір басқа компания етіп қалады, ол жақта 2x береді оған минимум дейді. Олар лучше өзіңді өсіре салайық дейді. Сосын мынандай тема бар, что типа бухгалтер, ну, басқа сферада, андай иерархия бар, например, типа главный бухгалтер, қасындағы бухгалтер деген сияқты. А мында бізде андай жоқ, типа главный разработчик, и типа одан кейін қайттан тағы бір қасына бір главный разработчик болмау деген жоқ та. То есть жігіттер барлығы өздерінің линияларын өседі параллельно. То есть иерархия жоқ та, типа мынау главный, одан кейін былай деген сияқты. То есть барлығы сеньор разработчик бола алады да. 4 разработчик па, 4-ге де сеньор болады да. То есть бір-бірін тартып өсе алады да, получается. Андай моментта типа бухгалтерияда, например, бір компанияда главный бухгалтер бар, одан кейін типа помощник бухгалтер и все. То есть помощник, екі главный бухгалтер ондай болмайды ғой. Ол өсіп кете алмайды да қасында. Иә. То есть екі главный бухгалтер болмайды, потому что иерархия бар. Сен главный болғың келе ма, либо сен күту керексің, бұл главный кеткен, либо сен басқа компанияға кету керексің. IT-да ондай жоқ. Сен мысалы middle болып тұрсың, сен сеньорға өсіп жатсың ба, сен боласың екінші сеньор қасында. Сен үшінші сеньор болады, төртіншісі де бола береді қасында барып тұра бересің дейсің. Тұра бересің. То есть параллельно орынды забивать етпейді ешкім. Ешкім орынды забивать етпейді. Свободно. Ал жаңағы мына неге келейік, патриотизм жөнінде. Енді Оралда ашыламыз, Оралда дамимыз, Оралдың жастарын дамытамыз деп жатсыңдар ғой, ол да бір сырттай естілгенде бір миссия сияқты естіледі. Яғни неліктен именно Оралдың жастарын таңдайсыңдар? Бір қысқаша шоу бас жағында айтып кеттіңдер, бірақ дегенмен де мысалға көрермендерге түсініктірек болу үшін. Неліктен именно Оралдың жастары? Өз басымыздан өтті деп ойлаймын. Өз басымыздан өтті. Енді Алматы астана білесіздер ғой, енді мектеп бітіргеннен кейін жас баласын барғың келеді Алматыдан. Сен мысалы Астанада оқыдың да, біз де Алматы деп сол жаққа кеттік. Универ бітірдік, и мысалы қайтқың келеді мысалы қалаға, бірақ қайда барасың да қалаға барамын. Сол үшін мысалы көп мысалы ондай қазір бізде естіп жатқан балалар бар, сол жақта оқитын, бізден сұрайды келуге бола ма, қалай варианттар бар ма деп. Әрине, келіңіздер, мысалы универ оқып кел, әрине ешкім қарсы емес, оқып кел, мысалы әңгімесі жоқ, сізден орналастырамыз, көрсетеміз саған IT-дің екенін деп. Сосын мынандай момент бар, что типа Оралда тұрып зарубежный компанияның бір проектін жасау, типа это мынандай нәрсе да, типа спокойно, проблем емес вообще. То есть сол примермен біз показываем людям, что типа можно зарабатывать, можно также работать здесь и типа нормально получить бәпке деген сияқты да. Сондай. То есть бізде барлығы неде ғой, менталитетта и бастағы проблема да, что типа IT разработчик где-то там в Америке, да, короче, он хорошо получает, сондай да в основном. То есть ой, бізге қайда деген сияқты, короче. А ол жоқ, міне Оралдың компаниясы, сен вообще Оралдан шықпауыңа болады, зарубежный проект аласың и нормально ақша аласың. Міне бізде жасап жатырып қойсың да. Мысалы не бар, мысалы Алматыда жасауға болады да, зарабатываешь по-алматински, тратишь по-алматински да. 2 есе баға қымбат. 2 есе демей ақ қойған, 1-1,5 есе баға қымбат қой. А сен мына жақта зарабатываешь по другим ставкам, тратишь по-уральски. Плюс еще, скорее всего, үйіңде бар өзінің. Ата-анамен тұрып жатқан. Дополнительный расходтар жоқ та, сенде аренда деген сияқты. Ал не жайында ше мысалға шетел компаниялары
жаңа айтып отырық қой. Басқа елдерден неге IT разработчиктер алады? Басқа мысалға үлкен жаңағы дүркіреп тұрған Американы алатын болсақ та, өздерінде IT гиганттар бар, программисттер бар, өздерінің нарығы толы сондай специалисттарға. Бірақ неге олар алыстан іздейді? Оны былай айтуға болады. Біріншіден ол cost saving, это экономия бюджета. Мысалы, Америкада сен универ бітірген жаңа маманды алатын болсаң, годовой ставкасы оның $100-120 мың. Это айына $10-12 мың сен оған төлеу керексің. Это только зарплата. Оның налогі бар, оның страховкасы бар, оның пенсионкасы бар. Тағы көп та олардың нелері. Бір, мысалы, жаңадан келген разработчикқа ол төлеу керек примерно $20 мың айына, мысалы. А олар бүкіл компанияда ондай ақшалар жоқ қой, енді фондта бар шығар. Мысалы, шағын компанияларда оларда ондай болмауы мүмкін. Олар аутсорстан іздейтін болады сосын. В основном СНГ-ның халқы уже көп бәрі біледі. СНГ-да білім жақсы, математика жақсы, логический мышление жақсы. И программисттер қазір СНГ-дан көп шығып жатыр. Даже Қазақстанды айтуға, Қазақстан өзіне спрос көп Қазақстанның разработчиктарына. Сондықтан деп ойлаймын, қазір олар көбі аутсорсқа шығады. Изначально ол еще тема была негізінде примерно 90-е годы ол жақта в основном чисто американский рыноктан разработчиктар. Потом как аутсорс вообще страна, индустрия пайда болды. Ол жақта да типа нелер разработчиктар сол кезде мықты болды. И там компаниялар аутсорсқа береді. То же самое типа cost saving, экономия бюджета, арзан бағаға, такое же качество продукта. Содан кейін примерно 2000-дарда, когда мына 90-шы жылдары орыстар көп кетіп бастады, белорустар, сол кезде типа они уже вот это начали өздерінікін тартып понимать, что типа мына жақтан продукт жасау гораздо дешевле, но с таким же качеством. И Беларусь, почему? Даже Дудьтың несінде интервьюсында айтады ғой, неге и феномен Беларуси, потому что кезінде жақсы IT мамандар сол жаққа кетіп, мыналарды тартып, то есть удаленно уже начали работать. Белоруссия, Россиялар. Қазір Россияда, Украина, Беларусь, Россия негізі үш основной ел болды ғой, именно аутсорс жағынан. Қазір енді по вот этим моментам Россия мен Беларусь блок полностью бан. Украина типа не шаткая ситуация, да, короче, сен білмейсің, келесі күні сен разработчигің типа жұмысқа шыға ма шықпай ма деген сияқты. И қазір Орта Азия именно неде основной фокуста. Вот, в принципе, сондай. То есть ол аутсорс, то есть болады да, по крайней мере 10-15 жыл точно. То есть ол ешқайда кетпейді. Ал қалай ойлайсыңдар, мысалға күшті түсіндіріп бердің жаңа не жөнінде, именно қалай пайда болатын аутсорстың. Бірақ сонда ми жағынан, білім жағынан да, егер мына тарихи қазіргі факторлар болып жатпаса, неужели біздің жігіттер бүйтіп жарып шыға алмайды? Ол мен ойымша, мысалы, изначально неден бастаған? Университет қой, барлық университетке байланысты. Москвада топовый IT универлер, именно IT емес, а математический факультеттер бұрыннан бері бар, Советский Союз кезінен бастап. Сол кезден бастап уже қалыптасып қалған, что типа инженер. Бізде мысалы универ егемендік алғаннан кейін КБТУ болды. Содан кейін қандай болды білмеймін енді. СДУ, да. То есть даже Қазақстанда типа санайсың да, всего лишь 5-6 шыға ма шықпай ма типа топ деген сияқты. А мысалы басқа елдерді қарасаң, там как минимум бір 30-40 универ точно болады, мықты IT маман шығады. То есть основной кадр сол жақтан шығады. Қазір енді тренд не кетті ғой, типа онлайн обучение деген сияқты, но до этого тек қана универлерде болды да. Основная масса именно, которые выпускников, которые типа с хорошей базой деген сияқты. Сондықтан әлі күнге дейін жоғарғы білім беретін орталардың мықты болуы маңызды да. Осы уақытқа дейін болды. Қазір енді видите, андай да, типа біз мысалы шығып айта аламыз, типа саған универ керек емес, родной, типа бізге кел, үйрен, типа шық деген сияқты. Но универдің несі охват үлкен болады. То есть, допустим, жылына олар қанша разработчик шығарады, бізде қанша шығара аламыз деген сияқты да. То есть, возможно, бара-бара біз бұны деген жестко план жасап, там может бір типа универ деген сияқты бір деңгейге жетерміз, алла болса. Но на данный момент сол барлығы универ бір факультеттен мысалы қанша 100 адам шығарылады да бір жылда. Біз мысалы ондай көрсете алмаймыз ондай деңгейде. Сондықтан жаңағы
бірақ бере аламыз. Мгм. Университет обучениені көрсете аламыз да біздер. Даже, может, качество получше будет бізде. Мгм. Точно получше будет. Потому что универде сол мана айтқандай база да, короче, сізде мысалы мынандай языктан мынандай база, мындай языктан мындай база, мындай. А біз айтамыз, короче, 6 ай ма бір языкты үйренесіз, короче, соны досконально біліп шығасың и сонымен жұмыс істейсің. Керемет. Вообще жоғарғы оқу орнының әңгімесі ол бөлек подкастта талқыланатын мәселе сияқты ғой. Себебі деген жоғарғы оқу орнының кризисі Қазақстанда ол жеткілікті, прям оған отдельный бөлімді беруге болады. Енді біз мынандай бір жолдардың тоғысқан жерінде тұрған сияқтымыз қазір, бар емес пе? Программистер туралы, жаңа IT мамандары туралы айтып жатырмыз, бірақ артымыздан бір керемет жасанды интеллект деген нәрсе келе жатыр. Уже прямо мысалға даже Инстаграмда да, ТикТокта да хайп болып кетті, мына чат GPT дейді, OpenAI дейді, солар деген уже сен керек емессің, просто жазып жібер, біз саған жасап береміз, мына жасанды интеллект, машинное обучение жөнінде. Міне қазір оқып жатырған мысалға да IT сферасындағы адамдар ертең керек болмай қалмай ма мынандай жасанды интеллект шыққан кезде? Мен просто білмеймін маман болмағасын, маған былай қарапайым. Ойым былай, ол нәрсе қазір енді бастап шығып жатыр. Алдағы бір 10-15 жылда олар пока кіре алмайды. 10-15 жылдан кейін кіруі мүмкін, бірақ адами қасиетті олар жаба алмайды по-любому. Машинное обучение, нейросеть, artificial intelligence олар жаба алмайды адами қасиетті. Могут жаңағы бастапқы нәрселерді жасап беруге, базовый шаблондарын құрып беруге, бірақ ары қарай логиканы қосуға, мышление қосуға, креативті қосуға по-любому адам керек болады. Ол кезде қандай разница болады деп ойлаймын, ол кезде просто IT-ға кірудің порог вхождения жоғарырақ болады. Сен мысалы 6 ай оқып кіріп кету қиындау болады ол кезде. Ол кезде саған мықты база керек та, чтобы сен artificial intelligence-дан жаңағы неден, OpenAI-дан сен повыше болу керексің. Ойлашы, мысалы, типа столдың мысалы аяқтарын жасайтын робот уже бар. И типа столдың үстіндегі бір какой-то типа суреттерді салуда не маманы бар да. И уже столдың аяқтын жасайтын маман керек емес та. Сен уже мынаны үйренуің керек, қалай сурет салу керек деген сияқты. Сол тема ғой, то есть изначально какой-то базовый нәрселер уже artificial intelligence қалай айтады? Жасанды интеллект. Стол дегенде сызып беруде де мысалы жасап бере алады да, любой мысалы 3D принтер жасап бере алады. Бірақ оған идея керек қой. Сен қалай сызасың сен оған? А ол идеяға по-любому адам керек. Ол енгізу керек та. Так, мен осындай креатив придумал, биылғы жылға 2000 осындай тренд дейді. Енгізеді 3D принтерға, ол сызып береді. По-любому адам керек оған. Просто жаңағы уже аяқтарын жасайтын адамдар жұмыстан шығады, порог вхождения жаңағыдай. Или жұмыстан шығады, либо развивать, чтобы сондай нені столды идеяны табатындай қылды. Бірақ қазір уже андай нейросеттер бар ғой, которые уже прямо мысалға жазып бересің тексттан, любой фантазияңды мысалы, и тап сол сияқты мысалға андай. Олар нейросет қалай жұмыс істейді, олар үйренеді. Жаңағы адам бір нәрсені салды, ол үйреніп алды соны. Бірақ по-любому новый нәрсе они не придумают, они бар нәрсені дальше қолданады. Сен что-то придумал кезінде, басқа Америкада кто-то что-то придумал, анау соны үйреніп алды, нейросеть деген олар үйренеді. Олар новыйдан ойлап таппайды, олар үйренеді. Ана жақта кто-то что-то придумал, енгізді, бәрі үйреніп алды, олар соны істеп береді. А что-то новый, креативті нейросеть не придумает. Оны адам придумает. Дальше нейросеть оны үйреніп алады да, соны басқа нәрсемен могут бүйтіп несеп жіберіп бірдеңе қиылыстыру мүмкін, бірақ что-то новое все равно адам шығарады. Адамның басы шығарады. Короче, LinkedIn-нан недавно бір не көрдім. Сол чат GPT-мен сөйлескен бір кісі. Соны айтқан, короче, типа, у мамы Андрей дейді, есть 3 сына, короче, Виктор, Иван и Петя. Кто 4-й сын мамы Андрея? Соған чат GPT жауап бере алмайды. По сути, былай қарасаң, типа, понятная логика, да, что это Андрей деген сияқты, 4-й сын. То есть, это что означает? Что еще чат GPT, вообще AI-дың интеллекті әлі уақыт керек оған. То есть, әлі оны қатты дамымаған. Жалпы жасанды интеллекттің қазіргі кезде адамның орнын басатын шанстары жоқ деп ойлайсыңдар да? Дәл қазір. Ал кейбір мамандықтар жойылатыны бар ма? Для развлечения бірдеңе жасау мүмкін, жаңағыдай AI-ды көрдіңіз ғой, Инстаграмда суреттерін салады деген сияқты, сондай развлекательный заттар болуы мүмкін, бірақ дәл қазір полноценный разработчиктің орнын жаба алмайды. Дәл қазір. Да. Просто еще андай бар да, уровень разработки есть, мысалы, простой сайт, лендинг пейдж деген сияқты, одностраничный. Оған AI-дың күші спокойно жетеді, мысалы. Значит, там веб-разработчиктер, которые сондаймен жұмыс істейді, ондайлар уже жойылады, мысалы.
ну, олар автоматически должны переквалифицироваться. А какой-то бір қиын приложение жасау үшін пока что, короче, оның менің ойымша AI-дің несі пока жетпейді оған. IT Потому бір что- қызығы сол да, сен даму керексің постоянно. Мысалы бухгалтериясың, новый ештеңе келмейді ғой. Может, новый инструмент келеді. Закон қарайсың, Иә, всё. сен жұмысыңды оңайлататын нәрсе келуі мүмкін, үйреніп аласың, қолданып бересің да. Бірақ в целом бухгалтерия. Налог, зарплата, оплата, туда-сюда. Сол нәрсе да, стандартты нәрсе. IT-де олай емес та. Постоянно сен артына қуып кетеді да, сен тұрып қалатын болсаң, ол сені асып кетеді, жаңа AI-да сенен асып кетеді, сен қалып қоясың, не востребован. Постоянно сен даму керексің да, оқи бересің. Новый нәрсе шықты ма, сразу үйреніп алу керексің. Бірдеңе шықты ма, сразу үйреніп алу керексің да. Тоқтауға болмайды. Бізде андай не бар, бір гид деген бір өзімізді қолданатын неміз бар. Тул ма, да, инструмент. IT-да соның бір несі бар. Гид болсам да up to date деп тұрады. В ногу со временем деген сияқты. Сен обновлен болып тұру керексің ғой всегда. Мысалға деген жаңағыдай Елдос айтып жатқандай алға қарай жүре беру керек, новый горизонттарды ашып идея бола беру керек. Сонда IT маманы дейтін белгілі бір жерде бір шығармашылық нәрселермен жолғама, творчество деген сияқты, енді оған барлығына креативқа, барлығына шығармашылық керек қой. Мысалға біздер егер жаңағы приложенияларды, бағдарламаларды, сайттарды ол 1 және 0 сандарының комбинациясы деп білсек те, мына жерде енді 1 мен 0-ден де бір керемет нәрсе шығаратын, ауқымды нәрсе шығаратын ми керек қой деймін да. Сонда шығармашылықпен тоғысатын жерлері бар. Оны былай деп айтуға болады. Мысалы, IT деп айттық қой, үлкен нәрсе деп. Ішінде көп бөлінеді, разработчик, ішінде дизайнер деген нәрсе болады. Мысалы, не обязательно, чтобы разработчик был креативный. Не дизайнер болады. Ең бірінші дизайнер бастайды жұмысты. Немен отырады, клиентпен отырады и полностью бәрін рисовать етеді, бәрін жасап. Креатив, оны OpenAI никак жаба алмайды ол нәрсені. Креатив создавать полный жасап береді. Сайт болсын, приложение болсын, мобильный приложение, полностью бәрін сызып береді, клиент көңілі толама, келсет, аппрув береді, содан кейін барып ол разработчикқа келеді. Разработчик соған қарап уже ананың бәрін орындайды. Не сияқты ғой, үйде ремонт жасайсың, дизайнер саған сызып береді бәрін. Атак мысалы сенде идея көп бола бермейді ғой, мен максимум жарды бояп бересің, соңғы естің бір жерден, соңғы жасаған проектің бойынша можешь әдемі қылып істеп беруге, бірақ новый идея ештеңе болмайды да, өйтіп саған дизайнер сызып береді, дальше сен істеп тастадың. Бірақ оны орындаудың жаңағы новый инструменттер шығады, новый технология шығады. Сен соны білу керексің, разработчик соны білу керек, чтобы жаңағы нәрсені реализовать. Дизайн енді замудренный, қиындау болуы мүмкін ғой, мына жері айналып тұрады, мына жерде бір нәрсе тұрады деген сияқты. Соны сен істей білу керексің. Уметь реализовать сол нәрсені. Сразу келесі темаға шегіріп кетейікші, бұл теманы жауап. AI-ға кіре берсек, алысқа кетіп қалатын сияқтымыз. Тәрбие жөнінде, біздің именно халықтың тәрбиесі жөнінде, қазақтың жігіттері, қазақтың қыздары туралы айтатын болсақ, біздер көбіне IT саласына, бұл сфераға енді жаңадан кіріп отырық қой, бір 10 жылдық дәуіріміз болды ма, болған жоқ па да. Ал артымызда келе жатқан ата-аналар бар, иә. Олардың бір өзіндік ойлары бар, қалыптасып қалған. Менің балам қандай жұмыспен айналысу керек? Ол немесе там дәрігер болу керек, немесе инженер болу керек деген сияқты да. Иә, кезінде экономистер деген сияқты. Нефтяник да, вахтамен жүру керек. Үйде отырады. Бір бала да, сосын таңнан кешке дейін компьютермен жұмыс істеп отырады. Ата-анасы түсінбейді. Не істеп отырмын таңнан кешке? Ол киберспортсмен дейсің. Иә, ол киберспортсмен. Вот, былай қарағанда мына не ғой, поколениялар арасындағы бір үлкен не ғой, бұл пропасть дейді ғой. Біреу түсінбей жатады, бір-бірін түсінбей жатады. Да? Бұны қалай түсіндіруге болады, допустим, жастарға? Қазіргі более-менее жастар бізден сәл кішілер, енді 2006-2007-лерін түсіндіріп жатыр, бірақ біздер енді сәл үлкейдеміз оларға қарағанда. Сен қалай түсіндірдің саған ата-анаңа? Сен қалай түсіндірдің ата-анаңа? Қалай түсіндірдік ата-анамыз? Тұрлайық осылай бірдеңе беріп жүрмесе болмайды бұл деген. Қалай түсіндірдік? А давай просто прям ставка залты. Кликбейт была. Мы на это не подписывались. Жалпы енді біз мектеп бітірерде IT естіп бәтті енді. Біліп бәтті, ата-аналар да естіп бастады. Бәрі біле бермеді бірақ. Ол кезде телефон, WhatsApp, Instagram
ол кезде ата аналар не істейді, айтады ғой, не телефон отыра бересің дейді. Өйткені ол кезде жаңағы өздерінде WhatsApp жоқ, Instagram жоқ, телефон отырмайды да олар. Баласын тоже айтады жаңағы, неге отыра бересің телефонда деп. А баласы уже в теме, ол уже WhatsApp Instagramға қарайды да. Сосын біз бітірер кезде енді шығып жатты да, бірақ біздің ата аналар білетін болды шамалы жаңағы IT жағы жақсы, в будущем IT и нефтянка деген нәрсе болды да. Сосын лицейден де мұғалімдер жаңағы айтты, математика оқып жатсың, саған IT-ға баруға болады деп. Солай IT-ға бардық, жаңағы соны осындайға біледі деген ешкімде ойда болған жоқ, осындай компания ашамыз, осылай балаларды үйретеміз, оқытамыз деген. А қазір полегче да, ата-аналар уже хабары бар, неге? Телефон, WhatsApp, Instagram көреді да бәрін. Жаңағы Microsoftский видеоны мысалы көріп жатыр олардың бәрі, осылай болса екен деп. Соңғы ковидтің темасы вот естіді да, бәрі үйден жұмыс жасап жатыр деген. Уже біледі да, хабары бар. Өздері қазір телефонда отырады да, ата-аналардың. Телефон ала алмайсың да, олар телефон қарап отырады, бәрін көріп отыр да, хабар бар, естіп жатыр, не тағы дейді, разработчик бол, айтишник бол дейді да уже баласына. Математика оқы, ана жаққа түс, НУ-ға бар, КБТУ бар, басқа елге бар, IT оқы деп уже ата-аналар айтып жатыр. Қазір жаңағы ата-ана жағынан сондай нәрсе болып жатыр деп ойлаймын. Тәрбие жағынан айтсақ, мысалы біз команда алған кезде тоже основной факторлардың бірі тәрбиеге қараймыз. Вообще бізге ол по духу ол бала келе ма? Мысалы ол баланың тәрбиесі жаңағы басқалау болса, уважение к старшим, уважение к қасындағы адамдарға, коллегаларына уважение болмаса, біріншіден көрінеді ғой сразу адамдар. Стажировка кезінде көрінеді. Мысалы стажировка біз обязательно аламыз деген нәрсе жоқ. Ол бала бізге ұнамай қалуы мүмкін. Сорри, ренжіме, сен бізге келіспейсің, біз отказ да береміз. Бәрін ала бермейміз. Көшеден ұстап алып мысалы. Тәрбиесі келмей қалуы мүмкін. Командный работа болмауы мүмкін мысалы. Мықты сен разраб бол, бірақ сен деген как человек конченый болсаң, грубо говоря, да? Сорри, мысалы, зачем коррективті бұзасың, атмосфераны бұзасың, бірдеме айтып қалады, қалғандар үндемей, сосын там не істеп қалады, атмосфера не та болады да уже. Тәрбие жұмысқа баратын желание жоқ, мысалы, потому что ана жақта анау болады деген сияқты. Тәрбие бізге тоже основной фактор. Қараймыз қатты сондай нәрсеге деп ойлаймын. Так, менде просто не, по идее, любой мамандық ата-анамен қабылданады до тех пор, пока он зарабатывает деньги по сол мамандықпен. По идее, киберспортсмендер бар ғой, мысалы бізде, білмеймін, естідіңдер ме жақта? Оралда ма? Қазақстанда. Иә. Которые типа достигли каких-то результатов, там чемпион мира болды. Но пока чемпион мира болмайынша, сен еще сол да, типа компьютердің алдында отыра бересің деген сияқты. Но IT сол жағынан қазір в тренде. Кезінде деген экономист, нефтяник, типа топ, қазір уже типа IT деген сияқты. Потому что даже ата-аналар уже сұрайды, что там IT қалай деген сияқты, жақсы ма деген сияқты. И потом естиді, қазір потом не ғой, адамдардың көзі ашық қой. Доступ көп, любой жерден бәрін қарап алады, что как бұрынға қарағанда, да. Из-за этого, то есть IT-ға, типа ата-ананың баланы IT-ға беруі, компьютермен отырған, типа запрещать ету, ол не совсем правильно деп ойлаймын. Тем более қазір ата-аналар андай современный болу керек сияқты. И типа баланы, типа не обязательно его понимать, надо просто принять то, что он говорит. И типа, если да, переходный возраст сондай темалар болса. Надо просто принять дейсің ба? Просто надо. Тренд жөнінде жақсы айттың. Мысалға жаңағы киберспортсмендер, да? Сіздер постоянно ойнайсыңдар КС та осы. Иә, біздер постоянно ойнайсың. Жиналып, толпой кәдімгі біршама халық жиналады. Біздер 10-12 адам жиналып, 10-15 адам жиналып. Редко барамын. КС. Иә. Мен балдар компьютермен клуб ашып салған жоқ па? Иә, балдар компьютермен. В целом, жаңағы киберспортқа келген бала, мысалы тренд боласың. Сен еще ана чемпионаттарға барып ұтып алу бөлек әңгіме ғой. Мысалға оны дейтін, действительно жұмыс істейтін адамдар жұмыс істейді да, сонымен отырады ойнайды. Бұл дейтін там кәдімгі 8-10 сағат. Ага. Тем более қазақстанский бар, мына жақта Қазақстанда тренировать етпейді ғой. Олар неге барады, Киевқа барады, Польшаға барады, потому что сол жақта пинг лучше. То есть жарыстан жарысқа секіріп отырады, да? Жоқ, жарыс емес, кәдімгідей специально не бар, өздерінің тренировочный базалары басқа қалада орналасады. Имеется в виду, сол жерде тренировка жасап, жарыстан жарысқа барып отырады. Например, там Киевта болса, Киевтан барады. Бұны хобби ретінде қарауға бола ма, или жұмыс ретінде ма уже? Басында хобби ретінде басталатын болар. Дальше енді уровень көрініп бастайды. Жаңағы футболистер сияқты ғой. Футбол хобби ретінде сен дорада ойнап бастайсың. Сені сосын бір старшак көріп ала көреді. Давай кет.
мына жаққа барып көрейік просто мысалы динамоға барып көрейік сен динамодан тренер көреді давай көрейік дейді динамодан дальше там мысалы футзал ойнап бастайды там ана жақтан жақсы командалар көреді деген сияқты кете бересің ғой. То же самое киберспортта бар. Ну, мен просто біраз хабарым бар да сол жағынан. Киберспорттың еще бір қызығы онлайнда бәрі. Сені онлайн көріп отырады да адамдар, наблюдается да көріп отырады, саған хабарласады, личка ашады. Еще там көрейік мына жаққа тағы бір ойын бар деп, сол жаққа шығады. Футболда енді сен көрмеу қиын да ғой. Киберспортта сен көреді, Steam болсын. Өздерінің лигалары бар, Facebook дегендер, именно типа Twitch'те көріп тұрады да сен ойнап жатқанда олар тартады сені ол жақта кішкене полегче, жаңағы хоббиін жақсы істейтін болсаң, көрсететін болсаң, өзіңді айналып кетуі мүмкін, уже как спорт ретінде де. Ну қазіргі заманда типа балдар мысалы 13-14 жастарынан, потому что оларда рол модел бар да, что біледі, мысалы Хоббитта Абай Хасеновтар мысалы, Астананың жігіті там или там Кикер, Алексей Голубев. Такие же пацаны, короче, которые чемпион мира болған. И оларда андай 13-14 жастан мен боламын деген сияқты. Уже содан, ну ол олай бастау үшін сен уже кәдімгі 100% уақытын соған бөліп бастауың керек та. Оның бәрі жаңағы пример ғой. Көріп жатыр да, мысалы, что қазақ жігіттер істеуге болады дейді. Біз де сол сияқты мысалы Оралда көрсетіп жатырмыз да, мысалы IT саласын пример ретінде. Басқалар көрсін, болады, мысалы істеуге қиын емес, мысалы болады. Пример бар, үйретеміз деген сияқты осыны. Жақсы жігіттер, мынандай подкасттың соңына қарай сұрақ қойын. Мысалға қазір бастап жатсыңдар, команда жинап жатсыңдар, проекттер алып жатсыңдар, дамып жатсыңдар да, бізді қарап отырған көрермендер жастар болса, мысалға оларға бір сенімділік немесе тұрақтылық керек болатын шығар да. Соған байланысты қоятын сұрағым мынандай: Жайық девелопментті 5 жылдан кейін қалай көресіңдер? Қарапайым сұрақ. Жайық девелопмент 5 жылда менің планым бойынша бізде кем дегенде 2000 квадраттық офис болады. 100-150 шамасында бізде сотрудник болады. Біздің проекттеріміз, біздер тек қана ебағым сияқты аутсорста проект команда болмаймыз. Біз деген өзіміздің продукттарымыз болады. Мүмкін аты Жайық деп аталмайтын шығар, басқа продукттар болады. Бізде қазір де бар жасап жатқан проекттеріміз. Бізде өзіміздің продуктлеріміз болады. Одан бөлек бізде өзіміздің обучающий не болады, как образовательный центр ретінде. Потому что қазір біз образованияға полностью көңіл бөле алмаймыз. Бірақ бұл кезде полностью бізде почти как жоғарғы оқу орны сияқты полный бізде отдельный отдел болады, который именно образованием занимается. Алады сені полностью сен оқытып шығатын мұғалімдермен бірге. Одан кейін зарплата как минимум выше, намного выше, 2 есе выше среднего по Уральску как минимум болады. У топовых, да, имеешь в виду? У топовых деп болады, входной порогта, входной порогқа да даже баруға деп айтуға болады. Атмосфера и мысалы регион сам Уральск как IT ретінде қабылданатын болады. Мысалы басқа жақта, басқа қалада оқып келіп бізге қайта алатындай. Сосын по городу, мысалы қайда жұмыс жасап жатсың, Жайық девта ма, престижный болса алатындай болады. Все, тема деп айтатындай болады. Престиж болса алады. Мысалы любой адам қызығады, да, мықты деп айтатындай болады. Блин, Жайық деп өтпей қалдым ба. Так, мен жақта қосарым бар, типа күшті бір планымыз бар, по идее мен Турцияда тұрып деп айттым ғой. Самый мықты разработчиктарды алып, там на 3 месяца, короче, там Алания, Анталияға бір коттеджді алып, не көрінді ма, социальный сеть? Да. Разработчиктер кетеді, біреу бассейнді ойнатады, біреу деген ноутпен идея. Там сондай атмосфераны жасағымыз келеді. Ал оғыса, сол 5 жылдың ішінде, я думаю, точно болады. Так, сосын тағы қосатын қандай моменттер, мана продукт туралы тема айттың. Сол, по Уральску, сол, біз, наверное, где-то будем тоже разъезжать туда-сюда по конференциям. Конференция, кстати, сондай бір неміз бар, басқа елдерде конференциялар болады, мысалы, по IT жағынан, новый дамып жатқан технология жағынан, оған әртүрлі компаниялар қатысады, өздерін көрсетеді, біздер де бармыз, біздің вложениеміз осындай, осы IT-ға деген сияқты бізде сондай конференциялар бар, сотрудниктарымыз жіберіп, как не сияқты ғой, командировка сияқты, сондай да болады. Сондай даму
планда бар. және де жаңағы не ғой социальный пакет дейді ғой қазір. Социальный пакет сіз естіген боларсыз, может гуглда социальный пакеттер страшно қазір, мысалы даже путешествиеға дейін ақша береді. Сен барып келіп путешествие, біз саған ақша береміз дейді, мысалы. Бюджетное обучение. Бюджетное обучение, көп плюшкалар, мынадай береді. Может теңге жақтан естіген шығарсыздар, там бала дүниеге келген кезде, там үйленген кезде, любой нәрселерге, там бассейнге ақша береді, там тренажерға не береді деген сияқты, сондай социальный пакет өте мощный болады. И андай жасағымыз келеді, максимально разработчик өзін офиста комфортно сезінді, и офистан тыс нәрселері, чтобы оны типа не парили. Например, типа там әйелің басқа жаққа кетіп қалды, сен жұмысқа баруың керек, балаң сенмен, балаңды алып кел. Детская зона. Қазір мысалы любой ресторандарда не бар ғой, детская зона, нянесімен бірге. Бір няня, білмеймін, там 150-200 мың төлейсің айына. Зато барлығы сол жерде, бәрі спокойно, короче. Баланы бірге жұмыс жасау несі, желаниесі мощный болады. Не жақтан шетел компанияларында, мысалы қазір бала жағын білмеймін, но андай ит мысықтарына дейін, короче, с собой алып келеді, қасына ұстап отырады. Неге мысалы баласын алып келмеске, қасына бір няня жалдап қойып ойнатып отырмыз. Барлық жағдайын жасап береміз, сен жұмыс жаса дейсің, да? Атмосфера мықты болатындай. Ну, қазір, возможно, для кого-то андай выглядит, короче, типа, а что они говорят деген сияқты, да? Но біз ол андай басымызда уже бар, и типа ол уже андай басымызда отырғанда, типа андай тема бар. Бүгін сол үйлескен сөйлескенбіз, типа, мысалы адам 200 мың алады да айына, и ол айтады, короче, типа, мен хочу зарабатывать 5 миллионов в месяц, типа, короче. Но он өзі не верит, короче, соған. Типа, ты сперва там 200 зарабатываешь, типа, начни 400 зарабатывать, да, типа, постепенно, деген сияқты. А бізде вот уже какой-то этаптан өткеннен кейін бар, что, типа, мына пландар уже басымызда қалыптасқан да, просто надо реализовать, и надо время деген сияқты. Көп рахмет, жігіттер. Қызық болды сендер тыңдаған, жаңа өзіме деген көп информация алдым. Көп нәрсе білмеген екенмін, соны дейтін өзіме подкасттың бір жақсы да сол, мысалы білмейтін сфераңда тікелей сұрақ қойып, жаңағыдай из прямых уст дейді ғой, сөйтіп алуға болады. Енді по традиции біздің подкастта көрермендерімізге бір месседж жасап жіберуге болады. Өздерінің продукттарын жөнінде, немесе жалпы ойларымен бөліскілерің келсе, жайлап бастап айта беруге болады. Так, бізден қандай месседж? Егер де сен Камера айтсам болады. Егер де сен мысалы қазір 2-ші, 3-ші, 4-ші курс осы Оралдың студентісің, IT маманы оқып жатсың. Қазір естідім, Бахмутада, Схидада оқытады, IT инженерге, программистке оқытады. Егер де сен солардың бірі болсаң, бізге келіп практикасын бізден өтуге болады. Өзіңді жақсы көрсетсең, алып кетсең, жұмыс без проблем, сабақпен бірге совмещение без проблем. Ары қарай мысалы дамуға бүкіл үлесімізді қосамыз. Универден практика жасауды. Универден практика яғни бізден көп келіп практика өтіп жатыр, өтейін деп жатыр балдар. Без проблем өтеміз. Тек сен көрсет, қызығушылығыңды, өзіңнің ынтаңды көрсет. Без проблем көмектесеміз. Покажи. Біз де со своей стороны қолымыздан келгенше саған бәрін көмектесеміз. Сол, содан кейін так дополнительно тағы айтарымыз, өзіміздің разработчиктарымызға сәлем айтқым келеді. Олар андай кәдімгі күтіп жүр, что-то қашан деп. Рахмет балдарға за то, что кезінде в нас поверили изначально. Мы каждого очень сильно ценим и хотим, чтобы они были с нами до конца, весь этот путь прошли. Сол. И даже если универ бітірдің и бір жерде епамда жұмыс жасаватсың, тоже кел, давай пообщаемся.